Айына миллионнан астам ақша табуға болатын Англия фермасындағы жұмысын көрсетейін. Өзім сол жерде жұмыс істедім. Көбісі сұрайды енді, Англияда жұмыс қиын ба, шыдаймыз ба, істеуге бола ма деген сияқты. Және де осы видеоның соңында сол Англия фермасына баруға болатын барлық официальный сайттардың тізімін қалдырам. Сондықтан видеоны толық көріңіздер. Теплицада жұмыс істейін десем, көбісі ойлайды, о, рахат екен ғой, закрытый деп. Бірақ осындайда қиындықтар жиі болады. Және де теплицаның тағы бір минусы, күн ысыса, пленкадан 2 есе ыстық болып ішке өтеді. Малина тергенде сіз сағатына емес, объемға жұмыс жасайсыз, яғни тергеніңізге қарай сізге төлейді. Енді сағатына шамамен 5 ящиктен аса теру керек, яғни килограммен айтсақ 10 килодан аса теру керек сағатына. Егер одан көп терсеңіз, сізге одан да көп ақша төлейді. Ал егер тере алмасаңыз, сізге ескерту жасайды, 2-3 ескерту жасайды. 2-3 ескертуден кейін тағы да жақсы тере алмасаңыз, сізді өздері жұмыстан шығарып жібереді. Сезон кезінде 6-1 графикпен жұмыс жасайсыз. Күнде сағат түнгі 3-те тұрасыз, 3:45-те остановкаға шығып тұрасыз, сізді автобуспен алып кетеді. Сөйтіп 1 сағаттан аса уақыт жол жүресіз. Сөйтіп теплицаға 5-те жетіп, 5-те жұмыс басталады. 5-тен 9-ға дейін тоқтамай жұмыс жасайсыз. Ол жерде ақылдасып алу, темекі шегіп алу, сөйлесу деген жоқ, тек қана жұмыс жасайсыз. Сіздің ақылыңыз, біліміңіз бұл жерде еш керек жоқ. Сіз үшін бәрін ойластырып қойған. Келесі тек қана жұмыс жасайсыз. 9-да 15 минут үзіліске шығасыз, 15 минут демалып аласыз. Сөйтіп 9:15-тен 12-ге дейін тағы тоқтамай жұмыс істейсіз. 12-ден 12:30-ға дейін тағы үзіліс, демалып аласыз. 12:30-нан 3-ге дейін тағы тоқтамай жұмыс істеп, 3-те тағы 15 минут брейкке шығасыз. Сөйтіп 3:15-тен 5-ге дейін немесе 6-ға дейін тағы тоқтамай жұмыс істейсіз. Жұмыс аяқталады. Сөйтіп автобусқа остановкаға жиналасыздар сағат 5:30-дарда. Сөйтіп тағы үйге қарай 1 сағаттан аса уақыт жүріп барасыздар. Сөйтіп караванға жеткенше сағат 6:30-7 болады. Караванға барып душқа түсесіз, кешкі тамағыңызды дайындайсыз, ертеңгі завтрак, обедіңізді дайындайсыз. Сөйтіп жүргенде сағат 9:10 болады. 9:10-да ұйықтайсыз. Сөйтіп түнгі 3-те қайтып тұрып жұмысқа шығасыз. Аптасына 1 күн берілетін демалыста да сағат 9-да тұру керек болады. Себебі сағат 9:30-да демалып жатқан жұмысшыларды магазинге алып барады, 1 апталық азық-түлікті алып алу үшін. Ал енді осы қиындықтарға қарамастан Англия фермаларында жұмыс істегісі келетін жандарға экранның бетіне барлық официальный сайттарды шығарып қойдым. Қазіргі таңда бұл сайттардың екеуі анкета қабылдап жатыр. Ол біріншісі Fruitful Job сайты. Өзім осы сайтпен 6 ай жұмыс істеп қайттым. Өте жақсы сайт, уақытылы жауап береді, көмектесіп тұрады. Екіншісі IC Concordia, украиналық сайт. Қазақстан азаматтары да анкета толтыра берсе болады. Тоже осы сайт арқылы көптеген ұл-қыздар Англия фермаларында жұмыс істеп жүр. Және де бұл сайттар бәрі тегін, ешқандай агентство фирмаға 500 мың, 750 мың теңге берудің қажеті жоқ. Ең бастысы жақсылап тұрып анкетаны толтырып жіберу керек. Алдағы уақытта қандай да бір жаңалықтар болса, қандай да бір сайттар қосылып, ашылып жатса, осы қазақ в теме TikTok парақшамда бөлісетін болам. Сондықтан осы парақшаға тіркеліп қойыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.